Қашан видео түсіресің е? Амандасып кетпейін. Короче, IQ қалам не шығардың сен негізі? Ашаң каналды. Анимешн ба, IQ-сың ба өзі? Қандайсың сен? Домбыра түсіресің? Қойшы, ютубта түсірмейсің. Анимешнде болмайсың ба сен? Анимешн вообще болмайсың. Ой, сен ба? Ой, ашаң қойшы. Түсіреміз кеші бар. Үшіп кіріп апсың ғой. Үйің қайсы сен өзі? Алматыдан келдің ба? Қақтан келдің? Құла дегесін бар. Сәлем достар. Аны құла дейді достар. Алматы қақтан келген үшіп қайрат көрген ғой. Ассалаумағалейкум достар, сендер аңсар кезеттеріңіз. Бүгін қаншасы? 6 ноябрь. Қақта жүрсің деп айтпасам мен үйде түсірмейді екенмін ғой достар. Достар, бүгін біз анимешн жасайтын боламыз. Әртүрлі программалар бар. Бірақ ең жақсы осы флипа-клип. Мен қатты қиын емес, ең басты суретті сала алсам болды. Солай кәпшетісі. Енді бүгін қараңдар. Достар, мына суреттерді мен достарымна істеп көрсеткен болатын. Қараңдар, сосын достар, мынандай нелер бар. Әртүрлі анимешндар жасаған. Анимешн емес. Не олар ше? Просто андайды. Достар, флипа-клипті былай істеуге болады. Видеоның ютубта тұрады ғой видеолар, соның сурет тұрады ғой. Мысалға Досымжанның сурет тұрады, базасы тұрады, әртүрлі нәрселер тұрады. Сол сурет сияқты алдына қоюға болады. Және достар, анимация жасап не қылуға болады? Видеоның басын бастауға болады достар. Міне мысалға қараңдар. Мына авторский право берілмесін. Міне анимация достар. Осында анимацияны жасаған міне. Бізде неше кадр кетті? 32 кадр кеткен. Бұны салу қиын достар. Планшетпен дәу планшет бар. Ручкасы болса өте оңай болады достар. Ал кеттік ал. Анимация жасайтын боламыз. Ең бірінші астында плюсты басамыз. Бірден жаза саламыз. Достар, сіздерге қайсысы жақсы? Мен тиктокқа саласыздар ма? Әлде инстаграм, ютубқа саласыздар? Өздеріңіз білесіздер. Мен ютубқа салам, сондықтан 1920 немен пимен және 1080p'ді қосатын болам. Енді біз 12 осындай кадр тез қозғалатын қараңдар. Тез қозғалатын қараңдар. Ол тез қозғалатын болса достар, сіздер көп кадр жасауларыңыз керек. Өйткені ол тез қимылдайды. Ал маған ең ыңғайлысы сегіз. Енді кадрдан шығып, создать проект басатын боламыз. Достар. Міне, кадрлар шықты, әртүрлі стигман үйлер салып анимация жасауы болады достар. Мен бұлай салсам, сіздер бұлайынан сызып салсаңыздар өте оңай болады. Сіздерге домалақта бетіп сызасыздар ғой, домалақта оңай сызуға мүмкіндік бар. Қараңыздар.
Бұны Мерс деген досым біледі, флиппоглипті. Енді сіздер бүйтесіздер. Мына қаламның үстін 2 рет басамыз. Ли деп тұрады, мынақта легинка тұрады. И круг деген басамыз, емнен кішірейтеміз. Домалақ қыл. Енді біз мына сары болып тұрайы, достар. Ең соңына бояймыз. Хоп, деп бояймыз. Бояймыз. Емнен бүйтіп легинканың үстін басып кетіреміз, достар. Сосын мына осындай домалақ шеңдер жасалынады, достар. Бұлай сызасыздар, бұлай. Сызасыздар, естіп. Сызатын болғыздар. И, достар, қараңыздар. Сіздер мысалға сызық сыздыңыз. Енді дәл біткен кезінде сон қалай дәлелдеп салуға болады кетейін ба? Міне бет басасыздар. Үстін басасыздар легинканың. И мынандай қисық бұлай тұрады. Мына жерде. Бұлай апарымды. Міне осы бар. Енді сон қойған соң дәл ортасына қоямыз. Дәл ортасына қоямыз. Енді қаламмен сызамыз. Көрдіңіздер ма? Дәл сызылып тұр. Міне достар, дәл сызылады. Ина легинканы кетірсек, осындай әдемі сурет шығады, достар. Бұны өшіреміз. Өшіретін боламыз. Енді достар, сіздерге тезірек үйретейін. Енді бізде квадрат бар. Бұл жерде төртбұрышты мысалға Майнкрафт дейік, достар. Майнкрафттың блоктарын әдемі салатын болсаңыздар, мыналарды кішірейтіп блоктар салуға болады, достар. Кішірейтіп, сол блоктың үстіне қойып, сурет салуға болады. Хоп. Кішкентай болып шықты. Достар, кішкентай болып шығады. Көрдіңіздер ме? Түртбұрышты болып тұрмыз. Мына кетіреміз. Енді өшіреміз. Достар, сіздер анимация жасап болғансын, мынандай үйретейін болда түзу сызуға, мысалға сіздер не саласыздар? Жол саласыздар, машина кетіп баратыр. Солай достар. Сондай салған кезде осы сызық керек. Сызық керек болады, достар. И сіздер аудио жазуға болады. Ассалаумағалейкум, достар. Сәлем, достар, деген бақсы. Осылай да аудио жазуға болады, достар. Достар, солай да жасауға мысалға былай қаламды алам, кішірейтем. Кішкене хоп 30-ға қоям. Енді достар, мен өзімнің басымды салам. Қарамен достар. Светті ауыстырамыз. Енді тізе дейтін болсақ. Енді достар, деп салдым. Енді
салайын достар, сурет былай салайыншы. Сурет салғандай болады. Достар, мынаушы андайға ұқсап қалды достар, ана таяқ жеген балаға ұқсап қалды. Таяқ жеген балаға ұқсап қалды. Былай салайын, былайшы. Сопақ бала. Таяқ жеген бала саламын достар. Достар, таяқ жеген бала лайк көрсетті, лайк басыңдар. Жеті Роналду. Достар, енді осын сәл қимылдатам. Сәл осылай. Хоп, 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 хоп. Хоп, дәлелеп салмайын достар, сәл қасына саламын. Өйткені ол бұлай қимылдаған болады. Қараңыз, бұлай тұрса қимылдаған болады. Қараңыздар. Өйстірім қимылдаған болады достар. Tayağı жеген üstü bulaşık var. Şahsı көзі ғашы өтіргеніңіздер. Бұлай қимылдаған болады. Сіздер өте көп кадр жасауға болады. Және мен 2 кадрды қостым достар. 2 кадр қосқан болатымын. Бұл 2 кадр қосылған анимация деген сөз. Ал енді достар, сіздерге бұлай көрсетейін. Қараңыздар. Хоп, 2-ші кадр. Хоп, 2-ші кадр, 3-ші кадр. Хоп, 4-ші кадр, 5-ші кадр. Ой. Достар, есі дұрыс болмай қалса өшіріп тұру керек. Енді қараңдар. Осындай анимация болады достар. Мен клипқа арнап жасаған бір нем бар, көрсетейін. Клип. Міне. Хоп. Міне достар, осындай анимация бар. Бұны 10-ға қойғанда, 12 тоғыз қойғанда жай сілінеді және әдем болатын еді достар. Клип. Және де клипте достар. Айтайын, клипте мынандай нелер болады. Мысалға сторис 9 деген деп тұр. Конкурс болады, конкурс. Ота қалай конкурсқа істеуге болатын деймін, міне. Мына нелер жасаған суреттер. Осындай нелер бар. Және де сіздер фильм дегенге кіріп фильм жасауға болады. Қазір достар, осылай жасауға болады. Енді достар, сіздерге үйреткен шығармын достар. Бұқта жаңа басында айттым, фильмдер жасап, видеоның басын бастауға болады достар. Басын бастауға болады. Арнайы тіркел, лайк басып
кетіңіздер достар. Түсінген шығарсыз деп ойлаймын. Ал, саламат болыңыз.